Жақсы. Келесі бізде құндылықтар, иә? Бізде бұл айда жасампаздық пен жаңағы жаңашылдық құндылығы негізінде жүзеге асырылады. Сөзіміз өнерлі бала бойынша сізден де басқа кішкене басқа балаларға басқа оқушыларға достарыңызға өнерлі бала айналысу керек па? Солға жауабы? Сол керек. Сол кісін ба? Жақсы. Керемет. Келесі, екінші сұрақ. Өнердегі жетістікке жету үшін қайсысының рөлі басым? Пайызбен берілген бе, жоғары қуаттылық қабілет па? Пайыз көрсеткішпен берілген, иә? Сіздердің қаншалықты дұрыс жауап беріп жатқандарыңызды тексерейік. Мінекей, өте тамаша, жақсы. Келесі үшінші сұрақ бізде. Мінекей, қазіргі қоғамда жаңадан ерекше бағаланып жатқан өнер түрін көрсетіңіз. Өнер дейді, тағы да қазіргі заманауи, қазіргі мен айтқанда. Сіз есіңіз кім? Керемет мобилография, жақсы. Ары қарай. Келесі тапсырма төртінші бізде өнер дегеніміз не? Өнер дегеніміз не? Ән айтумен, би билеумен, әлде уақыт өткізумен түрі ме? Айта қойыңыз. Дүниенің көркем бейнелер арқылы танысу және эстетикалық әсер алу формасы. Сіздің сұрағыңызды көрейік, жауабыңызды. Тамаша, өте келеді. Міне бесінші сұрақ. Қазақстанда әлемге танытқан өнер Димаш Құдайберген. Несімен танылды ол? Димаш Құдайберген өзінің жанды дауысымен жеті дауысты ән айтқаны үшін Қазақстанда басқа шетелдіктерді таңғалдырып отыр деді. Қай елге барып танытты бізді бірінші? Өте дұрыс айтасыз. Қай елге барып танытты, иә? Қай елге барып танытты. Тамаша. Өте керемет оқушылар, өте белсенді қатыстыңдар. Мінекей тағы да біздегі белсенді қатысқан оқушыларға мінекей кім айтты сіздерді? Жақсы. Құрметті балалар, енді қазір біз орнымыздан тұрамыз, тез тоқтасайық. Мен қазір ойыма жақсы бір атаулар келді. Зерде деп екі топқа бөлінген. Уақыт өтіп жатыр. Зерде тобы. Топтасамыз. Бірігеміз. Тез қимылдаймыз, белсенді. Балалар, қазір бізде миға шабуыл әдісі. Миға шабуыл әдісі қазір. Біз сіздерге жер-үйық туралы бір бейнефильм көрсетеміз. Осы бейнефильм арқылы бүгінгі сабақтың мазмұны ашылады болады. Осы бейнефильм арқылы тапсырмалар орындаймыз. Сондықтан мұқият осы бейнефильмді тыңдаңыздар. Әркімнің маңдайына жазылмаса керек. Ол жер-үйік деп аталады. Онда адамдар ауырмай сырқамай, 100 жасқа дейін жүкті, одан да ұзақ өмір сүреді. Ал мал жылына 2 мәрте төлдейді. Бұл
бойы дайындалу қажет екен. Жерұйыққа апаратын жол шөп далалар арқылы, таулар мен теңіздер арқылы өтеді. Тек бақыт үшін күрес дегеннің не екенін білетін әрі барша сынақтан мойымай өткен халық қана осынау елде өз қонысын орнықтыра алады. Алайда бұл жердің қайда жатқанын ешкім білмейді. Елдос Тоқтарбай мен Ерасыл Толымбекұлының Жетісу өңірінің аңыз әңгімелері кітабынан. Ал зере тобына бір тапсырма, яғни көпшіліктің көңілінен шыққан film. Тез тарқатып алайық ортадан. Зерде тобы сіздерге міне тапсырма. Біз қазір осы тапсырмада мына мәтінді оқисыздар. Қосымша материал берілді. Осының нәтижесінде екеуінен қоса отырып, бос орындарға түп нұсқадағы синоним сөздерді қойып шығасыздар. Өте жеңіл тапсырма. Сіздерге уақыт межесі қойылады. Апай Осман жаза берейік па? Иә. 5 минут беріледі. Уақыт кетті, күн сағатпен. Тапсырма орындайсыздар, мен мұғалімнің сөзін. Сабақта бектен келіп жатыр, мен бүгінгі сабақта бірінші оқу. Алла қазір оқуға сұрап, міндетті түрде сабақ тыңдаумен айтылған басқалар. Уақыт өтіп жатыр балалар. Тез синонимдерді белгілейміз. Тез жазып шығыңдар. Бізде қазір жазылымдағы жүріп жатыр. Зерде топтары аттарыңызға лайықты әрекет жасаймыз. Уақыт бар бізде әлі. Қазір бізде әріптестер тыңдалым болды балаларда. Қазір оқылым болып жатыр. Осы екеуінің қосындысынан тапсырма оқушы жазылымға түсті. Енді қайтып өтеміз. Бұл арқылы бізде оқушылар функционалдық сауаттылығы дамиды, танымдық зеректігі дамиды. Себебі тапсырма орындау баланың сауаттылыққа қарай жетелейді. Танымдығы ол тақырып аясында тапсырманы орындауға жетелейді. Бірінші топтың тапсырмасы зере тобының, екінші топтың тапсырмасы. Қолдарыңызға қорытындылаңыздар, аяқтаңыздар.
топтан, әр топтан бір екі оқушы тапсырманы айтса болады. Сіздер дайындап қойыңыздар, өздеріңіздің топтарыңыздан екі оқушыдар. Оқушы бір-біріне ойын солыстырып айтып берсе жетеді. 1 минут қалды. Ayda versek olur mu? Қазір уақыт болсын. Өздеріңіз пысықтап алсын. Екі спикер дайындап қойыңыздар ма топтарыңызда? Спикер. Спикер. Студия. Спикер деген Зере-зерде. Так қайталап айтам, әріптестер, топта, әріптестер деп құрметті балалар. Топта, өздеріңіздің топтарыңызды, сіздердің жандарыңызды жеңіс үшін алған. Барлық баланың үнін естуіміз керек біз бұдан ары қарай. Сондықтан үндемей отырған бала болмау керек. Бәрі бала белсенді болу керек. Бір топ басшы барлығының осы ұйымдастыруына басшы болу керек. Тез спикер дайындаңыздар. Дедлайн уақыты бітті. Дедлайн деген уақыт бітті деген сөз. Жаңа термин енгізіватыр ба сіздерге? Дайынбыз ба? Дайын топтар, тез-тез белгілеңіз. Дайын топтар, тез-тез. Дайынбыз ба? Белсенді боламыз, көңіл көтеріңіздер, біз сіздерге ұнамайды. Неге түрлерін жазғышта? Өнер абай қалады, сізге теміз, айтыңыз. Так. Сіздерде тобы. Екі оқушы, тез-тез айтыңыз. Тұрып айта беріңіз. Тыңдаймыз, дұрыс еместігін белгі бересіздер. Сонау 30-жылдарда қыстау кезеңдерге қарамастан қазақ халқының кәрістер, немістер, түріктер, шешендер мен күрдерді жатсынбай бір-бірін нанын беріп, бөліп беріп, оларды ажалдан аман алып қалғаны өмір шындығы. Қазақ фильм студиясы қазақ даласына жандардың жан азабы, көз жасы, күндіз түндегі желі болып тартылған жер фильмі жұртшылыққа ұсынды. Фильм Қазақстан халқының көшірілген жоғарыда аталған ұлттардың қарсы алған қазақтарға деген шынайы алғысына туған фильм десе болады. Олар, ол тоқтаймыз, жалғасын. Жұрттың ойла. Жомарт бас итпен орынбай өмірде болған адамы. Ол өз туған жерінен күшпен көшірген әкелген халықты қамқорлығына алып, бауырына батырында қазақтың қазақшылығы да осы ғой. Нағыз ақиқат. Дайым сөзбен көрген тобына көшіп көңілінен шықты. Фильм орынбайдың қазақтың сөзіне жер аударылғанымен аяқталды. Тамаша. Жауаптарым жүзіктің көзінен өткендей болды, я? Рахмет, молодцы. Келесі. Сері тобы. Екінші жүйелі. Дауысыңды көтер. 1937 жылы қырық шығысты жер аударған. Бала кезде Алматы облысы Төбе ауылында өткен ұлттық кәсіпорынның бас идеясы қазақ халқының жомарттың қонақжайлығын көрсету. Режиссері Исламбек Тәуекел. Ал бас идеясы қазақ халқының Кімі? жомарттыққа жауап көрсету. Режиссері Исламбек Тәуекел. Ал Сценарийдің авторы. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп ұлы абайдың осы сөзін азапты жылдармен қылған картинаның кіріспе барынша ауыр біз тарих кітаптарына ақтарып. Дұрыс па? Тоқтаңыз. Қылған картинаның кіріспе барынша ауыр деген. Картинаның дегеннен кейін қай сөзді қойдыңдар? Азапты барынша ауыр. Картинаның азапты барынша ауыр. Арғай. Біз тарих кітаптарын ақтарып отырып оқитын тарих
жерінің көшіру сәйкес туған жерде олардың басында ең қасиетті өмірін осы фильмде көре аламыз. Тоқта, болды. Жалғастырады кім? Кім жалғастырады? Мысалы, бұл фильмнің сюжеті айтамыз. Тез-тез талқылаймыз. Бұл фильмнің сюжеті Шыншылдық өжетті бауыр жағдайда іскерлік пен адамгершілік ағымдағы Қазақстан халқына достығы шыншылдықты, өжеттілікті, ауыр жағдайда Қазақстан халқының достығын бейнелейді. Болат оған бойына жағымды қасиеттер топтасқан. Өте жақсы. Байқап отырсыздар, қай топтан? Зереден ба, зердеден ба? Қайсыдан қате табылды? Зереден қате табылды. Жақсы. Ары қарай, енді біз осы фильмді көрдік. Фильмнен кейін тағы мәтінмен жұмыс жасадық, иә? Енді біз бүгін жерұйық тақырыбы бойынша жерұйық дегеніміз не екен? Әріптестер, жердің жәннаты жерұйық. Тағы, белсенді, орныңызға отырып айта беріңіз. Жерұйық дегеніміз өте керемет мөлдір су ағып тұрған аса биік таулары көркем табиғатты бейнелейтін Сұлулық, иә? Сұлулық. Тағы, Зере. Тез-тез белсенді боламыз. Жерұйықтың басты ерекшелігі қандай? Ол жерде жамшатпайтын халықтар Өте табу. Зерде тобы алда келе жатыр. Жерұйық қандай қоғамның бейнесін көрсетеді? Зере, драмалық тоқта мен айтып келген жоқпын. Зере тобы. Белсендірек. Қараңдаршы. Қандай қоғамның бейнесін көрсетеді? Қандай қоғамның? Еңбекқор, ынтымақты, мейірімді, бауырмашыл қоғамның бейнесін көрсетеді. Зере келсеңіз ба, Зере тобы? Келсеңіз, белсенді боламыз, сендерді жақсы көреді. Көбірек мақсат еттім ба Зере? Аңыздағы жерұйық пен шынайы өмірдің айырмашылығы қандай? Біз бірінші аңыз көрдік қой. Қандай айырмашылығы? Айта ғой Жанай. аңыздағы жерұйық пен шынайы өмірінің айырмашылығы бұрынғы заманда таза табиғат, мөлдір ағып тұрған бұлақтарды кездестіруге болады. Ал қазіргі табиғатымызда ондай жерлерді көп байқамаймыз. Өйткені қазір технология заманы дамып кеткен. Енді мына жерұйық деген сөздің өзіне қарайықшы. Бізде ұю деген сөздің түбірін түсінесіздер ме? Жерұйық. Жер деген кәдімгі жер, иә? Жер шары, домалақ, немесе қалып орналасқан жер дейміз, иә? Ал ұйық деген ше? Топтас жерді. Ұйық деген. Мына жерде ұйық бар деп айтады ғой? Жер қалмайды. Ұйық. Ол жерде адамдар көп жиылған немесе Шоғырланған жер, айрандай ұйыған жер, жердің ұйыған жері дейді. Ол жерге қалай айтсам болады? Достық, ынтымақтастық, бірлік, бейбіт өмір бар жер, жердің ұйыған, жер ұйығы деген сөз осы екен. Түп нұсқасы. Енді жерұйық сөзін тағы да қайталауға қалай атауға болады жерұйық сөзін? Жердің кіндігі, тамаша. Жер жәннаты, өте жақсы. Тағы да. Жер ана десек те болады, иә? Ана ғана бауырына барлық ұлттың баласын басалар. Ана ғана барлық баласын қандай жағдай болса да бірдей көреді, сондықтан жерұйық, жер жәннаты, жер ана десек те болады. Бұның барлығының түбірі неден келеді? Жер ананың, яғни осы қоғамдағы әртүрлі ұлттың балалары дос болу керек, бірге жүру керек. Қандай жағдай болғанда да бауырмашыл, ынтымақта, бейбіт өмір сүру керек дегенге әкеледі. Бұл неден бастау алады? Бізде өзімізден бастау алады. Біз қандай болуымыз керек? Біз бауырмашыл. Біз бауырмашыл, жаңа Қазақстанның жасампаз, жаңашыл ұрпағы болуымыз керек. Ұлтқа қарамаймыз, түрімізге қарамаймыз. Баланың ерекшелігіне қарамаймыз, тек қана бір
отанның баласы деген сезіммен алға қарай ұмтылуымыз керек. Келесі тапсырма. Ал біз енді әріптестер, құрметті балалар, қазір мен бір оқушыға мына мәтінді оқытамын. Осы мәтінді оқи отырып, сіздер мына тапсырманы орындайсыздар. Өзім оқи берейін ба? Балалар, өзім оқи берейін ба? Ал мұқият тыңдаймыз. Қазір бізде тыңдалым іске асып жатыр. Десе де оқылымды сіздер жасауыңыз керек. Шоқан жаяудың қалжыңына түсініп қарып күлді. Бір-екі рет мөңкіп қалып шабына тиген құлыптай құбыжықты сарт-сұрт тепкілеп қиындай ішті. Құлабия топырақты борп-борп басып, миттің аяғынан жалығар емес. Үйдегілер тегіс есік жаққа қарап елең ете қалысты. Иық тірескен жүкті омыртаулар тағы да күмп етті. Жасампаз теңселіп тұрмасай асқып ете қалды. Алт еткенде аңдып отыр. Айыл шағылысып жарқ-жұрқ етеді. Шапқан сайын қарқыны өдеп, екі құлағының түбінен жел гу-гу етеді. Енді әріптестер, мен қазір қаншама мәтіндегі сөздерді оқыдым, иә? Оның ішіне біз мәтіннен бейнелеуіш сөздерді табуымыз керек. Құрамын анықтауымыз керек сонымен қатар. Сонымен қатар мәтіндегі қолданысын түсіндіріп жазамыз. Зерде тобы, бейнелеуіш сөздерді табасыздар. Қазір тура осындай мазмұндас өздеріңіз мен оқығандай сарт-сұрт, жаңағы жарқ-жұрқ, елең етер, міне осындай сөздерден бір 10 сөйлем тез-тез жазыңыздар. Түсінікті ғой, бұл бізде бейнелеуіш сөздер. Дәптерге жазылым керек. Дәптерге бейнелеуіш сөздер. Сосын тапсырманы орындайсыздар. Ал зерде тобы. Мен бағана оқыған мәтіндегідей еліктеуіш сөздерді жазасың. Еліктеуіш сөздер дегеніміз қандай сөздер? Еліктеуіш сөздерді тауып, оны етістікке айналдырамыз. Түсінікті ма? Тақтада тапсырма көрініп тұр. Екі топқа да беріледі. Бірінші топ, зерде тобы, бейнелеуіш сөздер, дара, күрделі және қолданысын түсіндіресіздер. Екінші топ, еліктеуіш сөздер, дара, күрделі, етістікке айналдырасыздар. Уақыт кетті. Алла, 10 минут қоямыз. Уақыт кетті. Жаңалық емес қана тақтаға тапсырманы қарап түсініп, кестені сызағын тез-тез орындау. Әріптестер қазір бізде оқу мақсатының жабылымда әр тапсырма оқу мақсатына негізделіп берілуі. Оқу мақсатында қандай етістік тұр, соны іске асырасыздар. Мына жерде әріптестер
Vaqt o'tdi. Ballar, vaqt o'tdi. Daydalamız. Speaker. Muhammed. Serdet o'g'lidan speaker kim? Janayim sen aytib qo'sh, boshqa o'quvchilar aytmoqchi. Janayim. Kim ekan? Zaynab kelyapti. Zaynab tindaymiz. Serdet o'g'lini tavoblar. Qanday qiladi? Birinchisi, anam adislarni sart-surt etdi. Ikkinchisi, masalan, To'xtaydi. Anam idislarni sart-surt etdi degan qanday qozoqda uni so'ylab bo'lmaydi. Anam idislarni sart-surt yetkazib o'rniga qo'ydi deshi. Ta'bir qarang. masalan, dada bir yetib jarabdir. Yaxshi. Uchinchisi, ол шұңғына көп кетіп құлап қалды. Қалай? Ол шұңғына көп кетіп құлап түсті. Жақсы, тағы кімнің қосыбалары бар? Зербе тобы. Дара, күрделі және қолданысыз түсіндіріп жаз дейді. Күнге шабылсызды білдіреді деген сияқты да? Итім дада құсқа жалт-жұлт етіп қарады. Құсқа жалт-жұлт. Қалай? Жалт-жұлт етіп қарады дейді. Күрделіге жатады. Беруге жатады. Бірақ итім құсқа жалт-жұлт етіп қарады деген қазақта ондай сөз болмайды. Жалт-жұлт етіп қарады. Жалт-жұлт етіп қарамайды ғой. Тарс-тарс еткен дыбысқа күшігім жалт қарады. Олама үстіп, тағы да. Осы ғана жаздым, жақсы. Так, зере тобы, еліктеуіш сөздер. Олар бейнеледі. Енді сендер еліктеуіш сөздерге дара күрделі етістікке айналдырасыңдар. Мысалы, жаңа айтып қой, қарш еткен қар, иә? Қар не істейді? Қаршылдатады, иә? Қаршылдады. Қарды не істейміз біз? Қарш еткізіп басамыз. Сосын тағы да алманы гүрш еткізіп кейміз ба алманы? Тағы да сосын сылқ еткізіп, сылқ етіп
еткен дыбыс естілді. Мен сіздерден сұрамадым. Дара тарс етті, күрделі тарс етті, етістік тарсылдатыпты. Тарсылдатыпты. Тарсылдатты. Так, ары қарай. Еліктеуіш дүрс, дара дүрс етті, күрделі дүрс етті, етістік дүрсілдетті. Дүрсілдетті, жақсы. Мен қараңыздар да екі топтың жауабына, Зеренің жауабына қанағаттанасыздар ма? Зерденің жауабына ше? Жөндейтін тұстарың бар ма? Сындар. Нұрсая. Жөндейтін тұстарың бар ма? Не ұсынасың достарыңа? Айтшы. Мына бейнелеуіш сөздер бойынша жарық жұрық міне күнге шабылысуды білдіреді. Осы бойынша толықтырып айтшы. Дара айтқанда, күрделі айтқанда. Күн жарық жұрық етті. Күнге шабылысуды білдіреді деп ол түсіндіріп тұр ғой. Қолданысын түсіндір деген. Ал енді тарс тұрс деген айтшы. Тарс тұрс етіп жүрді. Сосын жалп етіп қарады. Жалп етіп құлай ма? Кекіріп құлай ма сонда? Жалп етіп құлады. Не жалпылдайды? Жалау жалпылдап тұрады. Сосын көйлектің етегі жалпылдап тұрады. Тағы да үй тапсырмасына мен қосымша осы бейнелеуіш сөздер мен еліктеуіш сөздерге жұмыс жасауды тапсырма етіп беремін. Келесі бізде микрофон әдісі. Микрофон әдісі, әріптестер, құрметті балалар, қазір жанайым шығады. Жанайым бүгінгі сабақ бойынша орныңнан тұр, сен диктор боласың. Болашақ журналист. Қолыңа ұстап, сөйтіп Зере тобына сұрақ қой. Бүгінгі сабақ бойынша. Тез. Бәріңіз дайын тұрыңыздар. Сіздердің барлықтарыңыз жеке бір адамға қойып, жеке бір адамға. Микрофонды аузына ұстады. Тез сұрақ қой. Тез ойланба. Жер ұйық туралы, бейнелеуіш сөздер, еліктеуіш сөздер. Нұрсаяға жер ұйық деген не мағынаны білдіреді? Нұрсая жауап. Тағы да жанайын тағы сұрақ. Арнет жауап беру ғой, тез. Сыбыстарды толыққанды кім толықтырады тағы да? Әлиханға бер. Әлихан, жылдам. Еліктеуіш не істейді? Еліктейді, айтсайшы. Бейнелеуіш сөздер не істейді? Бейнелейді. Жақсы. Енді өзің зерде тобына қойған. Тез. Мүмкіндігінше бүгін белсенді қатыспаған оқушыларға қойшы осы сұрақты. Аяруға бүгінгі жүрек деген мағынасын толықтыра айтты. Оны қойды, ол сұрақты қойды. Оны толмады ма? Басқа ұлт өкілінен сенің досың бар ма? Басқа ұлт өкілінен досың жоқ па? Топта кімнің досы бар? Басқа ұлт өкілінен. Өзбек, орыс, қандай ұлттың өкілі сұрақ қойды? Сенде қандай ұлттың өкілінен досың бар? Менікі Украинадан бар, Россиядан бар. Россиядан бар деген мен сөзді естіп, мен анау Россияда бірдеме бар ма деп түсініп қалдым. Орыс ұлтының, Украин ұлтының өкілінің балаларымен мен доспын деп айту керек. Құрметті балалар, сіздер қазақ сыныбының баласыздар. Қазақша әдемі етіп сөйлесеңіздер, сіздер орыс, Украин емессіңдер, иә? Т1 бұл қазақ сыныбы.
сөздерін әдемі болсын, сөзін әдемі сөйлейтін адамның өзі де әдемі болады. Сөз қандай әдемі сөз әдемі адамнан шығады, жаман сөз жаман адамнан шығады. Сөздеріңді жинақайтып үйреніңдер. Жарай ма? Так, ол Украинаның досыңның қандай қасиеті жақсы? Ол қазақ халқын жақсы көреді, иә? Ата-анасы да қазақ халқының мәдениетін, салтын құрметтейді. Ол қазақша сөйлей ала ма, украин подруга? Кеп орысша айтамын. Сен оған қазақша сөйлеуді үйретсейші, себебі қазақ тілі мемлекеттік. Тамаша. Жақсы, құрметті әріптестер, біздер микрофон әдісімен қазір, құрметті әріптестер, сіздерге айтып жатырмын, микрофонмен әдісімен қазір бүгінгі сабақта белсенді қатыспаған оқушыларға жалпы бір ауыз болса да өзінің деңгейіне қарай оқу мақсатына жетелеуге тырысқан әрекет болды. Енді, Анар апай, ал оқушылар біздің уақыт тырыстанып қалды, бізде азғантай уақыттар қалды санаулы. Біз бүгінгі сабақта қорытындылаймыз рефлексия метр платформасы арқылы боламыз. Яғни бұл жерде жеке жұмыс әрбір оқушы өзі бүгінгі сабақта не түсінді, нені толық орындады, қай тапсырманы, осы бойынша өздеріңізге жазсаңыз да болады, ауызша айтсаңыз да болады. Мүмкін ауызша айтыңыздар, өйткені уақыт беріңіз бізге. Ауызша айтамыз. Жаңа әріптес. Мен бүгін сабақта жүрек деген мағынасын біле алдым. Берілген тапсырманы жеке толық орындай алдым. Маған тапсырмалар орындау қиындық туындатты, иә? Қандай тапсырма? Болды ма саған жарайды? Жаңағы екінші тапсырмада маған қиындық түсті, өйткені ана қыздар сарт-сұрт етті дегенде болды. Қателесіп қалды. Жақсы, шынайы ескересің келесіде. Келесіз. Аяғы тез-тез. Бұл жеке-жеке берілесіз. Ол аяғы тез жауап бер. Жыланды банка. Осы ішінде біреуін ғана жауап беріңдер, балалар. Жақсы, рахмет. Пән тағды. Сіздер дұрысталады. Сымбат. Алихан дайын olsun. Қандай қиындық туындатты? Қай тапсырма қиындық туындатты? Болды да қиындық. Себебі барлығы түсініп оқымай аламыз. Алихан. Мәтін бойынша ақпарат аламыз. Абай бізде маңызды бала айтамыз. Мансұр айтамыз, тез-тез. Мансұр. Жүрек атты кереметтерді түсіндіріп, Жақсы. Ал енді оқушылар ауызша жауап бергендеріңізге рахмет. Жауап беріп үлгермегендеріңіз стикерге жазып тақтаға іліп қойыңыздар. Осы 3 сұраққа тез-тез жазбаша түрде жазып біліп қоя қойыңыздар. Ал балалар, осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар. Жақсы. Сау болыңыздар. Нет, сандарды учина. Сандарды барды. Бұл сабақтардың барлығының презентациясы электрондық
Димаш, забудь держи, специализируй наш. У нас собак уже на